Ассалаумағалейкум, құс сүйер қауым, қазақ елі. Мынау менің кішігірім кәсібім. Осы бройлер шаруашылығымен биылғы осы 21 жылы айналысып бастадым. Мына балапандар менде ақпан айының 28-і, жоқ, 23 күні шыққан балапандар, 23, 22, 23 күні шыққан балапандар. Қазіргі таңда бұлар 50 күннен асты. Жаңағы 24 бройлер уже сойылып кетті. Жаңағы салмақтары 3 килограммнан асқан. Қазір мына жерде менде қалғандары 2-де 7, 2,5, 2, енді 2 арасында аздау, көп мөлшерде сол 2,5, 2-де 7 салмақтағы бройлерлар қалды. Жаңағы бұл бройлерді әлі мен бір апта жемдеймін. Бір апта жемдегеннен кейін жаңағы алды 3 килограммға жетсе, оларды да соя бастаймын. 3 килограммнан асырмаймын, өйткені 3 килограммнан жаңағы интернеттен оқып қарап едім, 0,78% таза ет береді екен. Сол интернеттен оқыған мағлұмат маған тура шықты. Өйткені 3 килограммдық бройлер маған 2-де 3 килограмм таза ет беріп жатыр. Бұл менде 60 бройлер болған. Қазір менде бұл жерде 36 бройлер қалды. Жаңағы бүгін апрельдің сәуірдің 15-і, сәуірдің 13-нен бастап менде тағы бір партия шықты. Бройлер Arbor iCress, жаңағы балапандар құлап жатыр. Міне Arbor iCress балапандары, жаңағы бірінші күн тәтті сумен су бердім, қант араластырып. Бұл жерде қолдан жасалған брудер 200 балапанға 4 камерадан тұрады. Қазір менде 100 балапан болғаннан кейін 2 камераға ғана бөліп қойдым. Балапандар құлап жатыр, есігін жауып қойып. Брудердің температурасы қазір іштегі 35-те 5. Мен настройканы жаңағы 35 пен 35-те 5-тің арасында қойып қойдым. Жаңағы 35-ке барған кезде ішіндегі жылытқыштар қосылады. Жаңағы жарық шамдары 150 ваттық, жаңағы инфракрасный лампы бірге іске қосылады. 35-ке түскен кезде. 35-ке барған кезде өшеді. Мына блок питания бізде жаңағы ішіндегі жарық шамдары өшкен кезде, жылытқыш жарық шамдары ішінде қараңғы болмас үшін жаңағы светодиод жарықтарын қойғам. Міне төбеден көрініп тұрса сіздерге жаңағы әрқайсына 3 светодиодтан қойылды. Мынау соған жаңағы 12 вольт тоқ беру үшін қойылған нәрсе, блок питания. Жалпы бройлер баққан өте тиімді екен. Жаңағы өзімде несушкаларымыз бар. Қазіргі уақытта мөлшері 350 несушка бар. Сол несушкамен салыстырып, енді ақырын бройлерға көшейік деген ой бар. Бройлер бұл алматылық Arbor iCress, Arbor породасы. Өте жақсы екен. Жаңағы бағасына жұмыртқаның инкубационы жұмыртқа алдырамыз. Жаңағы жұмыртқаның бағасы өзінің тауықтың немесіне нәтижесіне сай келеді екен. Енді кейбіреулер коп 500 өсіреді. Мен коп 500-ның жұмыртқасын алғанға біраз қымбатсынып жүрмін. Өйткені инкубаторым аса қатты жақсы деп айта алмаймын. Өйткені біраз ақаулары бар екен. Жаңағы қымбат қалған жұмыртқаны босқа обалды қылып алам ба деп ойлап жүрмін. Кейін Алла қалап жатса, осы инкубаторымды жақсылап жасап, барлық тесттерден өткізіп, жақсы нәтиже бере бастаған кезде, алдағы уақытта жаңағы коп 500-ды да бір өзіміздің тәжірибемізден өткізіп көруде ойымыз бар. Сол ағайын қазақ елі, мұнаның барлығы өзіміздің қолымыздан жасалған. Мынау негізі несушкаға деп арналған клеткалар болған. Соларды просто жаңағы асығыс болғаннан кейін жаңағы бройлерға қазір қолданып жатырмыз. Кейін алдағы уақытта бройлерға мына астындағы полы
тегіс түзу болатындай қылып жасаймыз. Өйткені бройлерға мынандай қисық болып тұрған біраз жайсыз екен. Жаңағы арасында жүре алмай қалады, біраз шетке қарата қисайып, аяқтарына біраз ыңғайсыз екен, қисық болып. Сол жалпы бұл үстіндегі тұрған міне қазір өсіп қалған бройлерларды мен комбиснап алматылық жеммен жемдегем. Жаңағы біз өзіміз Шығыс Қазақстаннан, Үржар ауданынанбыз, Үржар ауылынан. Алматыдан бұл жемді алдырған бізге біраз қымбатқа шығып жатыр. Жаңағы Алматыдағы бағасын өзі қымбат. Әмбе жаңағы біздің мына жолда перевозка жасайтын, тасымал жасайтын КамАЗдар жаңағы тағы да үстіне бір 20 теңге қосады жемнің үстіне әр килограммға. Сонда бұл жемнің килограмм маған қазір стартовый 200 теңге болса, стартовый корм маған 220-ға, жаңағы финиш 165 болса, ол маған 185-ке түсіп жатыр да. Сол себепті мына астындағы шыққан осы 13 сәуірде шыққан балапандарды біздің өзіміздің Крупы Востока комбикормы бар, комбикормовый завод. Соның стартовый жеммен жемдеп бастадым. Осы тәжірибеден өткізейін деп отырмын. Егер бұл жем жақсы результат берсе, онда бұдан кейін осы өзіміздің шығыстың комбикормымен жемдегелі отырмын. Ал егер осы астындағы тұрған балапандар бұл комбиснап Крупы Востока жемімен дұрыс өспеген жағдайда, онда қайтадан Алматыдан жаңағы қымбатырақ жемді алуға тура келеді. Өйткені ол жемнің мен нәтижесін өзім тәжірибемде тексеріп өткіздім, былай айтқанда. Жаман емес. Сол ағайын сіздерге көруге табыстап отырмын. Енді бұл балапандарды енді шыны керек. Ешқандай антибиотик, ешқандай пропойка, витамин, еш нәрсемен пропойка жасалмады. Балапандар өздері өсті. Ешқандай айту, Аллаға шүкір, ешқандай бір ауырмады. Балапандар аман есен өсіп отыр. Мыналар міне қазір семіздікті көтере алмай, жаңағыдай іші ыстықтап жатыр ма екен, жаңағы ауыздарын ашып демаламай отыр. Қазір менде бөлменің температурасы 20 градус. Осы бройлер тұрған. Вентиляция пока жоқ. Мына жерде бір есік бар. Осы есікті ашып отырамыз. Жаңағы арасында бір ауаны тазартқанға. Жалпы мынжақ есік ашық. Таза ауа осы жақтан кеп тұр. Сол. Басқа не айтам сіздерге? Жаңағы барлық мына құрылғылардың заттарды, терморегулятор, блок питания, жалпы осы инкубаторға керекті заттардың бәрін мен Алматыдағы Серік ағамыздан заказбен осы Шығыс Қазақстанға алдырып отырмын. Сол айтарым. Рахмет осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Қандай да бір сіздердің тәжірибелеріңіз болып жатса, үстіп бөлісулеріңізді сұраймын. Жаңағы бір-бірімізге көмек жасап отырайық. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.